Сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақта English Plus 5-ші сыныптың 20-шы беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Сабақтарды үзбей, толығымен қарап шық. Одан кейін тапсырманы орындаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы спорт тақырыбына байланысты тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Which of these words are similar in your language? Can you guess their meanings? Use a dictionary to check your answers. Төменде сөздер берілген, сол сөздер біздің қазақ тілімізбен сәйкес келетін сөздерді табамыз. Футбол, боксинг, judo, cycling, tennis, hockey, wrestling, skiing, golf, swimming, gymnastics, horse riding. Аудармасын білесіңдер деген ойдамын. Енді біз қазақ тілі мен ағылшын тілінде бірдей болып аталатын спорт түрлерін табамыз. Әрине ол футбол, дзюдо, теннис, хоккей, гольф және гимнастикс. G деген сәйкес келеді, бірақ аударғанда гимнастика болып аударылады. Екінші тапсырма. Read and listen to the text. Answer the questions. Тыңдалым тапсырмасын беремін. Тыңдап болғаннан кейін сұрақтарға жауап береміз. Hi, my name's Talgat, and I'm 12. My favorite sport is horse riding. I love horses. I like going to the hippodrome with my father at weekends. This is a photo of me at the Atharal horse race. I'm the boy on the left. 2. Hello, I'm Inju, and I'm 13. I'm from Astana. I think it's the best city in the world. My favorite sport is cycling. I cycle to school every day. These are my cousins, Altai and Yerian, with their bikes. Cycling is very popular in Kazakhstan. 3. Hi, I'm Gulmira and I'm 13. My favorite sport is judo. My friends and I are in the judo club at school. Үшінші тапсырма. Look at the words in blue in the text, then choose the correct words to complete the rules. Төменде текстте берілген көк сөздермен жазылған сөздерді, көк түстермен жазылған сөздерді пайдалана отырып, төменде берілген ережені аяқтайтын боламыз. Төртінші жаттығу. Complete the sentences with this, that, this, those. Сөйлемдерді this, that, this, those пенен аяқтайтын боламыз. Бесінші тапсырмада төменде берілген төрт сөзді төрт қатарға бөліп жазамыз. Яғни what дегенімізді сұрақтармен қолданамыз. An дегенді сол қатарға қоямыз, және артикльдер. Beautiful, great, interesting деген сын есімдер, adjective. Horse, photo, sport дегеніміз зат есім, noun. Алтыншы тапсырмада топтық тапсырма. Бір танымал адамның есімін атап, сол кісіні сын есімдерді пайдалана отырып, an артикльдерін пайдалана отырып, сөйлем құрастырамыз. Самат Смаков. What a great footballer. Қандай тамаша футболист. What a
Grade сын есім және footballer деген зат есім. Яғни 5-ші тапсырмаға қарап сөйлем құрастыратын боласыздар.